Қошеметтеріңіз аямаңыздар, арнайы шеру. Міне, ұлттық дәрежедегі төрешілер, Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеті және Қазақ туризм академиясы және Қырғызстаннан Бәрекелді, қадірлі ассалаумағалейкум, құрмет. Қасиетті сол өңір, бұрылса егер, ат басы дейді атам қазақ. Бүгін аттың басы бұрылған өлке. Аттың басын тіреп аттан түсіп келген Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетіне, орталық стадионына қош келдіңіздер, қадірлі ағайын. Енді Қырғыз Республикасынан келген құрама команда 10-шы номерде Астаргүл Табышы 1996 жылғы Қырғызстан Республикасының үздік өнер көрсетіп жүрген палуандардың бірі, астындағы тұлпары гектар. Ай-бай, тұлпардың өз қорқынышты. 11-ші номерде Эламан Нұрболатұлы 1999 жылғы Қырғызстан Республикасының жастар арасындағы ең мықты шабуылшылардың бірі, спорт шебері. Астындағы тұлпары ұлар. 12-ші номерде Марат Шолпанкулов 1990 жылғы. Астындағы тұлпары Золотой. 13-ші номерде Нұрманбет Байчуке 1988 жылғы. 2010 жылғы Азия чемпионатының ең үздік ойыншысы, Қырғыз Республикасының бірнеше дүркін чемпионы Алтай тұлпары. Және Қырғызстан Республикасының екінші құрама командасы Чүй облысынан жасақталған Көкбөрі Қырғыз Республика командасынан 1-ші номерде Бекназар Аматов 1996 жылғы 2018 жылғы Қырғызстан чемпионатының чемпионы, көкпардан спорт шебері, астындағы тұлпары Бақтора. 2-ші номерде Аллы Назара 1998 жылғы Қырғызстан Республикасындағы көкпардан үздік өнер көрсетіп жатқан палуандардың бірі, астындағы тұлпары Эльбру. 3-ші номерде Дишалиев Таласбек 1996 жылғы 2018 жылдың Қырғызстан президентінің көкпардан кубогының иегері Ақжамбас тұлпары. 4-ші номерде Таштемир Жекшелов дейді. 2000 жылғы 2017 жылды достық командасының құрамасында өнер көрсетіп, Қырғызстан елінің чемпион атанған астындағы тұлпары Сүлік Қара. Және қадірлі ағайын 4-ші Бауыржан Момышұлы атындағы кәсіби команда Қазақ спорт және туризм академиясының студенттерінен құралған. 1-ші номерде Мәтжан Мейіржан 1996 жылғы Қарасай ауданының тумасы, жастар көкпар лигасының бірнеше дүркін чемпионы, Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионы, Қырғызстандағы Бишкек қаласындағы 140 жылдығының құрметіне өткен кубоктың иегері, Қырғызстандағы өткен жекпе-жек турнирінің алғашқы чемпионы, лақап аты Бүркіт, астындағы тұлпары Найзағай. Міне енді ортадағы алаңға назар аударайық. Al қадірлі ағайын, міне
мінекей екі құрама команда жігітше қол алысты. Міне, ортада алаңда қыңсыламаймыз, шыңғырмаймыз, айқайламаймыз, жігітше ойын тамашалаймыз деп қол алысты. Ал қазақты білесіздер, қол алысқаннан кейін бітті. Алаңда достық жоқ, тек шайқас, тек ережеге сай өнер көрсетеміз, қадірлі ағайын. Міне, Қырғыз Республикасынан қазақ елді мекенінен көкпарын тамашалайық. Мінекей басталды. Қырғыз палуан мінекей еңкие салып білді. 11-ші номердегі Еламан Нұрболатұлы ілген болатын ағайын. 1999 жылғы тума. Өкінішке орай алаңның сыртына шыққан ортада жекпе-жек өтеді. Бұл қырғыз қазақтың арасында баяғыдан, бабадан келе жатқан жекпе-жек бұл ағайын. Кеше ғана туған жоқ. Көштен келе жатқан дүбірміне жекпе-жекте кім жетеді жеңіске? 4-ші номерде Сайлау Бегасыл және 11-ші номерде Еламан жеңіске жетті. Ойбай, Еламан кетті жалғыз өзі. Ей, Мәтжан Мейіржан керемет қайырды. Ей, Мәтжан Мейіржан керемет қайырды. Әлде болса серке алаңның ішінде ағайын. Әлде болса алаңның ішінде қараңыздаршы. Намысқа тырысқан ана бір-бірін саба. Бір-бірін қағып қорғау көрсеткен. Жастар көкпар лигасының тамаша додасын тамашалайық. Алаң сыртына шықты. Енді кіші шеңберден ортада жекпе-жек өтеді. Кіші шеңберден ортадағы жекпе-жекке Еламан және Бегасыл Сайлау. Міне әлді Сайлау Бегасыл жарайсы. Міне жарайсың. Әлде болса Сайлау Бегасылдың тақымында Қазандықты түбіне жақта. Ай, жарайсың палуан Сайлау Бегасыл. Микрофон шығаршы дауысқа. Бер қарай шапшы палуан Сайлау Бегасыл ағайын, Жамбатырұлы. Ай, Сайлау Бегасыл, ай, қадалған жерден қан алып, қанаған жерді жалайдың палуан ғой шіркін, ай. Тақымы тас. Әкең келіп тартса да тақымыңды босатпа. Көкең келіп айтса да салт дәстүрге тас атпа дейді. Міне, тақымын босатпайтын палуан, ай, жарайсың. Есеп 1-0, қадірлі ағайын, әлі. Спорт туризм академиясы алдыңғы топқа қарай шықты. Ал енді Қырғыз Республикасынан келген атақты атышулы құрама команда есін жиған сияқты. Міне төрешінің сықырғынан ары қарай басталатын болады. Міне уақыт болса зырғып өтіп жатыр. 3 минуттың 38 секунды бет алды. Бірінші міне Сайлау Бегасыл. Ай, жарайсың. Сенді ортадағы шеңбер. Кім шығады жекпе-жекке көрейік ағайын. Жекпе-жектің қас шебері Айбек Болат. Омен мінеке 13-ші номердегі Нұрманбет Күчіккейев. Күчіккейев жеңіске жетті міне. Алаңдағы жекпе-жектен жеңіске жеткенен кейінгі жағдай. Не деген қорғау Мәтжан Мейіржанның қорғау. Есеп 1-1 ағайын. Қырғыз Республикасы Нұрманбет Күчіккейев 1988 жылғы палуан. Қошемет, құрмет, қадірлі ағайын, құрмет тұтайық. Өнерін бағалайық. Есеп 1-1 өздеріңіз көргендей ақ. Керемет өзінің міндетін, өзінің тәжірибесін атқарды. Есеп 1-1. Ай, міне қызу енді басталды. Ай, есеп еселенген сайын. Теңдейші. Палуандар маңдай терін шығарып алғанша бұлар шапқан. Мінеки қорғаушылар өз міндетін атқаруда. Міне ортаға қарай еңкейіп жатқан қырғыз елінің палуаны жоқ, өкінішке орай іле алмады. Мінеки 13-ші номердегі Нұрманбет ілді. Нұрманбет Күчіккейев ілді. Міне ай, жарайсың. Есеп 2-1. Ағай, уақыт зырғып өтіп жатыр. Есеп 2-1. Міне тағы да 13-ші номерден Нұрманбет Қошкеевтің салымы. Азия чемпионның ең үздік ойыншысы ағайын. Қазақ Қырғыздың арасында өте танымал палуан. Тартатын даяғы бар.
nağız ilgişpek. İlgen jeri mine äni gördüňizler. Oy, nağız ilet. Palwanlardyň biri 11-nji nomerde Elaman Nurbollatully. 1999 yılga Kırgız elindegi jastar arasında eň mykty şabuluşy dep үлкен әріппен жазған екен. Расында шабулу қызметін өте мықты атқарып жатыр. Міне Мәтжан Мейіржан ортаға жекпе-жекке шықты. Мәтжан Мейіржан лақабаты бүркіт. Міне еңкейген жерден тақымға ілетін Мәтжан Мейіржан. Ей Мәтжан Мейіржан! Жоқ. Elaman Nurbollatully. Әлі балдағайын өздеріңіз көрдіңіздер, алаң сыртындағы жағдай. Играем, на защиту, ребята. Есеп 2-1 әлде болса. Біреу барып алып келмей ме? Аль-Фараби Жақта ауыр кетсе деген уақытты. Расында етіміз ағайын, қараңыздаршы. Кешегі елді жерді қорғақ болған қазақтың қая байыр жылғыларымен Сарыев Дәулет жоқ. 10 нөмірде Астаркүл Табышы тақымға басқан болатын. Өна жекедара есеп 3-1 қадірлағайын Астаркүл Табышевке бір қошемет ұрайық. Қырғызстан Республикасының үздік өнер көрсетіп жүрген палуандардың бірі спорт шебері, жас палуан, жаста болса бас палуан. Есеп 3-1. Ағайын, Қазақ спорт және туризм академиясына қолдау көрсетейік. Есеп 3-1. Сіздерден жанкүйер әлі басталды. Мінеке Мәтжан Мейіржан мен арнайы Астаркүл Табышевтің жекпе-жегінде Астаркүл жеңіске жетті. Астаркүл мінеке кетті жекедара. Астаркүл палуан не істейді қазандықтың түбінде? Астаркүл Табышев 1996 жылға жастар арасындағы үздік палуан. Есеп 4-1 қадірлі. Есеп 4-1. Қазақ спорт туризм академиясының студенттеріне кішкене қимылдау керек сияқты. Бірақ әлде болса әлде алдыда 2 тайым бар, бірнеше уақыттар бар. Енді мінеке аттары қызып тіріледі. Байшұбар мен Айбек. Байшұбар мен Сайлау Бекасылдың жоқ. Мінеке Астаркүл қайтадан мінеке илді тақымына басты. Астаркүлді жібермеу керек деп мінеке асығып бара жатқан палуандар. Астаркүл астарлап келе жатқансың айлы қазандықты түбіндегі жағдай. Деп жынданып айтатын болдым ба? Ей Астаркүл 5-1. Өкінішке орай. Міне есеп 5-1. Астаркүл палуан жарайсың. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Жарайсың. Мінеке нағыз палуан. Міне қайтадан төрешінің сықыры жоқ. Ей жігіттер төреші. Астаркүл 6-шы салымын салғысы кеп жүр ғой. Асығып. Асықпа. Асықпа, линияға ар жағына сызыққа ал, кетті, ал, міне Астаркүлдің асығып келе жатқан сәті қалай болады екен? Ілді! Ай, Elaman Nurbollatully. Elaman керемет еңкейді ағайын, қараңыздаршы. Көкпардың өзі бір театр ғой тек, еңкейгеніне дейін. Оның ілгеніне дейін, оны көтеріп тақымға басқанға дейінгі керемет сәттер. Міне, қайтадан Астаркүл Табышевтің ілгені жеке дара қазандықтың түбіндегі жағдай жоқ, өкінішке орай сала алмады. Мінеке Астаркүл қайтадан Мәтжан Мейіржанды.
Мәтжан Мейіржан атын сапап бара жатыр. Атын қозғалмай, таблоны өзгертіңдер жігіттер. Ол жақта да өзіміздің жігіттер отыр ғой деймін. Табло өзгермей жатыр. 6-1 есеп. Міне қайтадан еңкейген Астарқұл ма Эмил? Жоқ, әне. Астарқұлдың еңкейген сәтінде келіп екінші номердегі алаңда өшімді аласың. Міне тағы да Қырғыздың палуаны 13-ші номерде Нұрманбет Қойшыкеев тіріле бастады. Бұлар кезек-кезек тартады. Бір-бірімен ақылдасып қойған Астарқұлдың өзінің тамаша сәттері кезек Нұрманбет Қойшыкеевке келген сияқты. Ал көрейік тағы да арғарай. Қадірлағай есеп 6-1. Бірінші тайым өз мәресіне жетті. 5 минут кірпік қаққанша 6-1 есебімен бітті. Қадірлағай үзіліс аттынығып алсын, жігіттер ақылдасып, сен бүйтуің керек еді, сен неге бүйтпедің деп бір намысың қолың емес, қазақтың баласы қасірлі алашымның көкпар екен көрсетейік. Студенттерге тамаша ойын болсын, бір театрға толы, керемет, рухани әсер алсын деп жасалып жатқан көкпар екен. Тағы да таныстырып кетейін. Демалып, бір-бірімен кезектесіп отырады. Ортадағы төреші Ардақ Мырзабайға тізгін. Міне, жігіттер, жанкер ұтанып отырады. Айбек Болатын, кетті. 11-ші номердегі Еламан Нұрмоллатұлы кетті. Еламан Нұрмоллатұлы міне жеке дара, керемет, қарашы. Астындағы ұларды қарашы. Ұларды ұзып баратқаны қарашы, шіркін-ай. Астындағы тұлпарға қызығасың ғой, не деген тұлпар. Ракета. Ұшқанын көрдіңіздер, тұлпармен бірге. Енді расында көрдіңіздер, астындағы мен бұл жерде Еламан Нұрболатұлының тұлпарына тоқталып кеткенін жөн көріп отырмын. Ұлар астындағы тұлпары көк қасқа. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет, жеткізбей, алаңның ішіне шығып кетпей, сүзіле жантая шаптағай, жеткізбеді. Батырды палуан өзінің қазандықтың түбіне дейін апарып берді. Қазандықтың түбіне дейін апарып берді. Міне қадірлағайын тұлпар және екі аяқтың арланы азаматын, төрт аяқтың тарланы қазанатын. Қазанат пен азамат бірге шапса бүткіл әлем таниды қазақ атын. 13-ші номердегі Нұрманбет Қойшыкеевке дейді қазандыққа. Міне жеке дар асығыс жоқ. Шашылма! Айқарыш! 8-1 есеп қадірлағайын. Көрдіңіздер ғой, астындағы 6 аяқты тұлпар. Араш ауыздықпен алысып чапқан жайын. Тұлпардың астындағы міне жорғасы бар өзінің, шабысы бар. Универсальный тұлпар. Жау десең жауға, дау десең дауға, көкпар десең көкпарға шабатын тұлпардың ортадағы керемет додасы. Міне оның үстінде Нұрманбет Қойшыкеев, Қырғыз Республикасының командасының құрамасының. Мінеке Айбек Болат қазандықтың түбінде. Қаққаннан не пайда білмейсің ба, екіншісіге біліп кетті міне. Сен қағуын қақты, әне, бірін қағып. Міне 10-ші номердегі Астарқұл астырылып бара жатыр. Міне түспеді дүр. Міне енді түсті. 9-1 есеп. Астарқұл. Палуан. Астарқұл. Шап бер қарай бір шауып кеші көрермендерге қарай. Астарқұлға қошемет ұрайықшы міне. Бомбардир. Жерәксін палуан. Көкпар үшін туылған екенсің. Міне есеп 9-1 қадірлағайын. Қырғыз қазақтың арасындағы бүркіт лақап атына ие болған Мәтжан Мейіржан
Қазақ спорт туризм академиясы Бауыржан Момыз құрама командасында бірінші номерде тартуынша тартып жүр. Қағылынша қағып ілуінше іліп жатыр. Бірақ енді бұл көкпар ғой ағайын. Бірде бірінің аты шауып жатады. Мінекей Матчам Ержан! Міне 11 номердегі Еламан Нұрболатұлы. Еламан Нұрболатұлы астындағы ұлар атты тұлпар мінекей. Қырғызға танымал тұлпар. Талай дода дүбірді көрген тұлпар. Есеп 10-1. Жүз бір болды ғой. Әдемі, сан ғой 101. Үшінші номерде Сайлау Бегасын әдем-ақ еңкейді. Тамаша лөгін үлді. Бірақ байшы бар тізгінге. Байшы бар баспен қайтада Матчам Ержан мен 13-ші номердегі Нұрманбеттің арасындағы шайқас. Нұрманбет мінекей Қазақтың түбінде жарайсың. Айбек Болат жарайсың мінекей. Қырған міндетін өзі керемет атқарды. Міне 10-ші номердегі Астар Құлда. Серке. Астар Құлда тақымында. Міне төреш ереже бұзған үшін ойынды тоқтатты. Жалғасты, дұрыс, жалғасты. Ағырай рұқсатын берді, ескертуін айтты. Мінекей қараңыздаршы. Айбек Болаттың жалтая тартып жатқанын, намысқа тырысып жатқанын байқап жатырмыз. Айбек Болаттың намысқа Астар Құлды түсімізде көретін болдық қой. 11-1. Кейбір студенттер телеэкраннан көріп жүрген шығар, міне көзбен тірідей. Айбек Бегасылдың Сайлау Бегасын еңкейіп еді. Мінекей 13-ші номерде Нұрманбет Көчкеевтің тақымына қарай бұйырды. Мінекей олардың бір аты құлатып қашып кеткен сияқты. 2-3 көрейік. Міне әлде болса Нұрманбет тақымына басып әдейі ұстап тұрған сияқты. Өзінің командасын жылқысы келгенше де уақыт өткізіп тұрған сияқты. Мінекей Нұрманбет қарашы бүткіл үш балуанның арасында жалғыз өзі жеке дара ойнап жүр. Нұрманбет Көчкеев жеке дара кетті. Аты қара аттың Алтайдың жабысы. Алатаудың ар жағынан Алтай келді. Алтай атты тұлпар. Салым ба? Есеп 12-де 1. Бұл жастар көкпар лигасы ағайын тай-тай басқан сәби сияқты, 3 жастағы бала сияқты. Өйткені ашылғанына 3 жылдың арасында біз үшін бұл үлкен жетістік қадірлағайын. Айбек Болат келген сияқты еді ғой. Осындай да болады. Бұл театр ағайын, көкпар. Құрметті жанкүйерлер, бұл Қазақстан құрама командасы келсе, мүлдем басқаша болады. Жастардың арасындағы студенттерден құралған балуандар. Бір есептік калькулятормен санайтын уақыт болып қалған сияқты. Міне Айбек Болат келді. Тастап кетті ғой, Айбек Болат келді. Мінекей Нұрманбетпен шайқасы. Айбек Болат келді.
Ертең жұлып алды. Нұрманбет. Ай, Нұрманбет міне қараш не дегенше. Ей, көлден өңден келді ғой, Айбек, көлден өңден бе? Ей, міне. Серке Қазанов түбінде әлде болды. Жоқ, жеке дара қарашы, жалғыз өзі міне. Асықыс жоқ, түп. Түспеді, Айбек болады алды. Енді естейді міне. Спорт туризм академиясына бұйырды көрейік, Айбек болады. Айбек болады кетті міне. Айбек болады. Асындағы бес қасқаға не болды? Бес қасқа, кіріл, бес қасқа. Айбек Болаттың тақымынан алу қиын. Тақымы тас. Өте мықты палуанның бірі. Спорт шебері. Айбек Болат намыз. Мінекей. Айбек Болат қамшының аузына тістеп, тізімге болып тақымына серкесін басты. Басып, міне Мейіржан Мәтжанға ауыстырды. Мейіржан Мәтжан жоқ. Не болып кетті? Айбек Болат көлі. Он үшті. Аттар керісінше тері қатқан сайын тері тырысып шабуылына керісінше әсерін беріп әбден мүмкін денесі қызып тұрған кезде алғыс білдіреміз қадірлі ағайын. Және демеушілігін аямай жастарға студенттерге қолдау көрсеткен спорт туризм академиясының ректорын қолдаған ұлттың ұлдарынан айналайын осындай. Bir duvar азамат ағалар аман болсын. Студенттерді қорғап, қолдап, тартуына, көкпар тартысуына дәстүрге рұқсат беріп, осындай көк көмбек, жап-жасыл алаңын ұсынған Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетінің барша студент жігіттің тізесін бүккенін көрдіңіздер. 11-ші номердегі Еламан палуанға қарай, тақымына қарай бұйырған сияқты. Міне Еламан жеке дара өзінің қазандығына қарай ақырын барып алып, асықпай тұрған сәті. Қазір ағайын керемет көріністі көретін сияқтысыздар. Қараңыздаршы, бір керемет, өзгеше Еламан өз тәжірибесімен бөлісетін сияқты. Әлі асықпай, міне енді көрейік міне. Еламан ақырын, алдап жүр, алдап. Әр алда, бер алда, ыңғай келдіріп. Мына жақта қорғаушыларын қараңыздаршы, міне қорғау қызметін аттар, бір-бірін қолпаштап, бір-бірін қорғап, қағып соғып, алаңнан шығарып, арнайы Еламанға жол ашып беріп жатыр. Міне, бұл командалық ойын ағайын, жеке палуанның ойын емес. Командамен тартқан жағдайда ғана жеңіске жетесің. Бір-біріне көмек, бір-біріне себеп болып жатыр міне. Еламан асықпайды. Еламан ішкен атын дем алды. Екеуі қарылысып жүр мұнда міне. Сариев пен Мараттың. Міне, Еламан Нұрболатұлы. Еламан қара, алаңның әдеміз көрінісі. Еламан асына, Сариев Дәулетке бұйырып еді тақымына, өкінішке орай алаңның сыртында. Қазақтың бір туар палуаны, бүркіт лақабатымен қырғыздың жекпе-жегінің чемпионы Мейіржан. Міне ортада 3-ші номердегі Сайлаубек Бекасы. Бір Айбек Болаттың келіп қаққаны. Сайлаубек Бекасы жегені қадыры. Әлде болса Серке ілінген жоқ. Міне Сайлаубек Бекасы бар. Жамат бер, жамат. Нәтиже керек бізге. Байшымарт сал алаңға. Астарқұл ояна бастады, Астарқұл түріле бастады. Астарқұлдың түрілгенінен қорқатын болдық. Астарқұлдың міне астындағы гектар десе гектар екен.
Ахиллес қайда деп тұрмын. Mine Gektar жалғыз өзі әкеп берді. Асығыс жоқ. Mine Астарқұлға ағайын, қошемет құрмет білдірейік. Расында есептік еселерін жатқан көріппізді ағайын. Астарқұлдың тамаша тақымына басып, оны ешкімге бермей, әдемі астындағы Гектар атты тұлпардың керемет ойнағанын көрдіңіздер. Оңға, солға. Бірін ал мінгін келсе шын жылқы дейді. Гектардың шын жылқы екенін көрсетті. Ортада Мәтжан Мейіржанның жоқ, еңкеймеді осы жолы. Артынша еңкейген 13-ші номердегі Нұрманбет Көшкеевтің еңкейгені жоқ. Міне Мәтжан Мейіржан барған сияқты. Міне енді Sayın Begasıl'ın esir aslında oyuncular. Sayın Begasıl'ın takımında bile. Sayın Begasıl öldü olsa senin takımında bile ki. Sayın Begasıl sabah. Sayın Begasıl gerek olsun. Atın kakıp atın stop verip жатыр. Енді біз төрешіге өзі әділдігін өзі айтады, біз ештеңе дей алмаймыз. Бұлай қарасаң, қазақ қағыз сияқты. Бұлай қарасаң, әділ төреші өзі біледі ортадағы. Töреші уақыт өтіп жатқан сыңайлы. Айт әділдігіңді, шешімін айт. Ат құйрығыңыз 1 минутқа ережені бұзған үшін қырғыздың палуаны алаңнан сыртқа шығып кетеді 1 минутқа. Ал 3-2 қалдық. Әділ төреші қадірлі ағайын, әділ көзінің бағасын берді. Дұрыс мінекей. Астарқұлдан құтыламай жүреді. 1 минутқа. Астарқұл асықпай демалып ал. Енді не керек? Емел шығарамыз бенді? Ал енді ортадағы көкпарға шеңберге ал кеп тастайық серкені. Арнайы макеттелген серке қадірлі ағайын, заманауи және патенттелген қазандық мына жылқы келіп қақса да жылқыға ешқандай жарақаттанбай, өте жеңіл іші шөпке толы, сабанға толымен бар соғылып. Үлкен дәрежедегі жарақатқа ие болып жатады. Бұл барлық мүмкіндік жастар көкпар лигасында жасалған. Міне Мәтжан Мейіржан, ай шіркін палуанның палуаны, палуанның атасы, жастайынан ат үстінде келе жатқан. Ат десе ішкен асын жерге қойып, намыс десе басым беретін палуан бұл Мәтжан. Бүркіт палуанның тақымынан алу оңайға соға қоймас. Палуанның тақымы тас, кешегі оның әкесі Мәтжан әруақты елдің палуаны. Атасы бабасы тартқан көкпар ағайын. Міне расында алаң сыртында жағдай. Астарқұл уақыт күтіп жүр. Оған 1 минуттық жаза қолданды. Міне ортадағы жекпе-жек қадірлі ағайын, ортаға назар аударайық. Ортадағы жекпе-жек Астарқұлмен. Міне Айбек болған жеңіске жетті. Айбек болады. Міне Айбек болады. Айбек болады. Бұл футбол емес, көкпар ғой, қайға тастап жатсың. Айбек болады.
Aslanqul. Ana o'tdi. Keremet jibirdi, o'tkizdi. Aslanqul. Umne 11-nomerda Elama palvon. Mine Aybek Polat'ın aslındağı atı Avuskan siyahtı. Mine at Avusbet Aybek Polat mine kirse başladı. Palvon mine aslındağı atına karay. Zat say palvon. Mine endi mine ki. Aslan kıldığına. Mine 7-nomerda. 7-nomerda. Yenki. Töreşi şarasında. Töre, vaqt bo'ldi töre ha. Emreki beri. Töreşi vaqt bo'ldi, vaqt. Bütün tayın bitti. Ağay qo'shimcha bildireyik, ko'rishib жатқан Qirg'iz Respublikasına. Mine taza adil jengizga жетті ağay. Hech qanday ereje ko'p buzilgan жоқ. Taza dodаны, taza ko'kparды tamashaladik qadrli ağay. Jengende jengdi deb o'yindab bir shapaloq urib qo'yingizlar, hurmat ko'rsating. Ko'rishimiz qirg'iz komanda qonaq joylig'imizda Qirg'iz g'azati arasida kelayotgan o'ta qarqindan kelayotgan ko'kpar qo'y. Bu Turk alemine o'rtaq qadrli ağay. Bu hech kimning jeki menchik ko'kpari emas. Turk aleminden kelayotgan. Buyursa olsa Alem şampiyonluğunu Özbekistan elinde ötüyün dep жатыр, onu bilesizler. Buyursa Özbekistan'da Alem şampiyonu ötüdü. Soda bütün Kazakistan kurama komandası, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan bütün eldi mekeni katısатын болады. Alemdік көкпарды да тамашалайтын болады. Бұл жастар көкпар лигасы ağay. Жастардың arasындағы. Екінші ойын тамашалайық ağay. Бұдан да тартысты болады. Мықты палуандар болады. Оның ішінде қазір біздің Қазақ ұлттық Әл-Фараби құрама командасы шығады ağay. Оны ескертейін. Нағыз осы алаңның, осы стадионның қожайындары шығады қазір. Көрейік қалай болады.